Edutest KZ сайтын ашыңыз. Тіркелу батырмасын басыңыз. Жаңа аккаунтты телефон арқылы ашыңыз. Ақпараттарды мұқият толтырыңыз. Мұғалім болсаңыз, сынып және литерал бөлімінде мұғалім типін таңдаңыз. Құпия сөз ойлап табыңыз. Қанат белгісін басып, тіркелу батырмасын басыңыз. Телефоныңызға SMS-пен келген 6 санды енгізіп, жіберу батырмасын басыңыз. Тіркелу сәтті аяқталды. Телефон нөміріңізді жазыңыз. Өзіңіз ойлап тапқан құпия сөзді енгізіп, кіру батырмасын басыңыз. Код енгіз батырмасын басыңыз. Сізге берілген промокодты жазып, жіберу батырмасын басыңыз. Емтиханды қай тілде тапсырасыз? Қазақ тілінде тапсырсаңыз, қазақша батырмасын басыңыз. Өзіңіздің пәніңізді таңдап, бастау батырмасын басыңыз. Сұрақтарға жауап беріп болған соң, емтиханды аяқтау батырмасын басыңыз. Емтихан нәтижелерін көріп болған соң, орныңыздан тұрып кетпеңіз. Монитордың оң жақ жоғары бұрышында орналасқан аватар түймесін басып, шығу батырмасын басыңыз. Бұл өте маңызды. Зейін қойып тыңдағаныңыз үшін көп рахмет. Емтиханда сәттілік серігіңіз болсын.